Бүгінгі міне бізде лақ туып бастады. Ешкінің басы міне төлдің басы егізден тапты. Альхамдулилля, Аллаға шүкір. Міне төлдің басы егізден тауып жатыр, альхамдулилля. Міне бұйырса туып бастады. Ауызданымасын енді. Налақ ауызданып жатыр. Ем жатыр, міне шешесін бұйырса. Үйреніп қалды. Жатып алып тұрып ем жатыр. Екінші лақ мына жақта. Шешесінің жанында. Жалап жатыр шешесі. Мына ем жатыр, жатып алып тұрып. Міне. Бәзірақ аяқтанып кетеді. Енді сіздерге мен біраз өтінішім бар, айта кететін. Айтайын дегенім, қазір видеоның арасында реклама өтеді. 15 секундтық реклама. Маған келетін пайда сол рекламадан ғана. Бір тиындар түседі аздаған. Сол еңбек еш болмасын деп. Сол рекламаны 15 секунд. Ол көрсеңіздер. Пропустить дегенді баспай, 15 секундты көрсеңіздер. 15-ақ секунд. Сол еңбегімді бағалап, 15 секунд шыдай тұрсаңыздар. Соның өзі маған деген көп нәтиже. Солай достар. Енді шарғардай жалғастырамыз. Рахмет. Қайырлы кеш достар, міне бізде мынандай жалаңаштанып қалған қой бар. Сақман уақыты болып жатыр қазір. Ешкілер төлдеп бастап. Мына жерде жалқы ешкілер, мына клеткада барлығы егізден тапқандар жатады. Қатар-қатар. Мына жақта да бар. Егізден тапқандар жатыр міне. Мынаны лақ өліп қапты ғой. Ох, йо. Мына жерде міне егіз лақ жатыр. Үстіне шығып жатыр, көрдіңіздер ме? Әдемі болып. Мына жерде егіз лақ, сары ешкі. Мынау сушылқы деген болады. Кейбір жерде кантин деп атайды, кейбір жерде тағда бірдеңе. Раддон былайша айтқан кезде. Осы міне. Сақман деген басталып. Лақтарды көріп, кешкілік. Ашлақтар болса емізіп. Барлық шопандардың бір жыл баққан нәтижесін көретін науқан бұл. Саққоз кезінде сіздерде болған шығарсыздар. Бұның да өзіндік қызығы мен сызығы бар. Міне мына ешкі туайын деп жүр. Қазір туады. Бақырып бастайды. Бір жарты сағат, бір сағаттың ішінде туады. Толғаға келіп жатыр. Осылай бақыра береді толғақ келгенде ешкі. Қалайсыздар? Міне сақманның алғашы басталды. Қойдың алғашқы төлі. Алғашқы төлі болғанда кеше түнде туып алды, тағы да екі қой. Кет, жат рекс. Міне қазақи қойдың қасиетін көрдіңіздер ме қандай? Ойнақтап, мынау где-то түс кезінде туған қозы. Қазір сағат 3 болды. 4 болып қалды ма сонда? 4 сағаттық қозы ғой былайша айтқан кезде. 4 сағаттық қозы аяқтанып, шешесінің артынан, міне енесінің артынан жүр. Кете ерексіз. Қазақи қойдың қасиеті осы. Ақ қой болғанда бұл абыржып, оны ауыздандырып, әңгімесі көп қой ол. Бейнет ақ қой деген. Міне қазақи қой аң сияқты. Туды, ерді, кетті, бітті. Қайырлы кеш, қайырлы түн достар. Қазір бізде міне сақман уақыты болып жатыр. Сақман мал төлдету науқаны. Дала деген ақ түтек боран болып тұр. Бірінші. Бүгін апрель. 1 апрель. Сәуір болмай, тәуір болмас демекші мен. Мына жерде қазір қой төлдеу науқаны басталды. 20-30 қой туып тастады. Осылай кешкісін қазір жатар кезде бір аралап шығамыз қойдың бәрін.
туған қой бар ма жоқ па деп бәрін бір аралап, туған қой болса сушилкаға жылы қораға кіргізіп, жаңа бір қой туып қапты, енді қазір кіргізіп қойдым оны көрсетіп. Ал мына жақта туған қойлар шуылдап жатыр. Оның артта ұйқыларын бұзбай ақ қояйық. Қазір туған қойды көрсетейін мен сіздерге. Міне мына жақта туған қойды апарып кіргізіп қойдым, қазір көрсетемін. Міне мынау жылы қора, егіз лақтар, ешкілер жүр. Міне мына жерде таңертең туған қой мынау. Осындай клеткада тұрады. Лақтарды қараңыздар, шешесінің үстіне шығып ойнақтап жүр. Шешесінің үстіне шығып еркелеп жүр. Міне жаңағы туған қойым осы. Міне енді ауызданайын деп жатыр. Міне емді. Ауызданып апты. Бұл қазақи қойдың қасиеті осы ғой. Туды, ауызданды, жүрді. Ақ қой сияқты жүрмейсің мұны. Міне ауызданып жатыр, таңға дейін шира болады өзі. Міне осылай мал төлдету науқаны жүріп жатыр. Тағы да түсіретін болам. Мына жақта егіз ешкі, мынаны көтере салу керек қазір. Мына жақта клеткілер, туған қойдың бәрі осы жаққа кіріп жатып отырады. Аяқтанғанша. Мына жақта лақтар, егіз лақтар, бұлар да аяқтанып қалды. Осылай достар, түнгі кезек. Сіздер де сахманда болған шығарсыздар кезінде. Жақсылап пікірлеріңізді жазып, лайктарыңыздан басып кетіңіздер. Рахмет алдын ала. Мына жақта бұзаулар да жатыр. Қоймен бірге жылы жерде. Дала деген қиын болып тұр. Міне, 1 ақпанда осындай қар бізде. Тобықтан асып тіземен екі ортада. Міне, таңы түсте басталған қар әлі де ұрып тұр. Түнгі дейін, түнімен ұрып таңға дейін ұратын сияқты бұл бар. Әлде боран бірге соңғы қар деп айтсақ болады. Осыдан шықсақ болды. Көктемге кеттік. Міне қар деген ұрып тұр. Міне светіміз шүкір. Міне қар. Жылда бұлай болмайтын. Биыл ерекше қыс. Қыс ерекше биыл. Жолды қайта жапты. Боран деген. Осылай сіздерде қыс қалай болып жатыр. Биыл қыс керемет. Сондай бір қиын қыс болды. Тышқан жылына қарай. Ақтабан. Енді болды, қайырлатын баршаларыңызға. Ұйықтаймыз. Қош. Таңертеңгі қой шуылдап жүрген қозылар. Қош әлі. Үре. Қош. Үре. Бүгін міне 2 сәуір. Сәуір болмай, тәуір болмайды деген болмады. Кеше ғана көктем еді. Бүгін міне қыс келді. Осы жерде бір тақпақ өлең шумақтар еске түседі ғой. Жер ана жатырсың ғой әппақ болып, жатарсың майға дейін батпақ болып деп. Міне мынау ешкілер, қойлар қазір жемге келіп жатыр. Чик. Бат жегізбеу керек. От жерсіз жеп кетеді. Чик. Тырчик. Чик. Чай.
О, мына қойлар келгенше нар жеп болды. Кет! Ой, ақымақ қойлар.